Кіртелер мен сөмкелер, төсек орын жабдығы, шинель. Тек екеумізге ғана арналған жоспарланбаған демалыс. Не деген қамқорлық. Пуэрто Кабуэльо туралы естігенмін. Жылдың бұл мезгілінде тамаша. Ол жердің құмы қан тұнтағы секілді. Бәрі тамаша. Селестия ханшайым, қодастар мекеніне сапарға бізді өзімен бірге түнеуге ертіп барады. Демек, бүгін шай ішпейміз ғой. Олай болса, жарайды. Ешкім де келмеген. Керек емес. Егер айналысатын бірдеңе істесең, кешті Спайкпен және Биг Макпен өткізуіңе болады. Әзілдеп тұрған жоқсың ба? Олар өте сүйкімді. Олардың біз Понивилльден іс сапармен кеткен кезде құпия түрде айналысатын істері бар. Дегенмен оны понилердің бәрі біледі, сондықтан ол құпия емес. Олардың жанында көңілді боласың. Көңілді? Көмекшілермен бе? Ол, мұндай жағдайда өз-өзіме керағар күйде болуыма тура келеді. Да! Мен Дискордтың керағар түрімін. Спайкпен және Биг Макпен дос болғым келеді. Олардың жанында көңілді болатынына сенімдемін. Сөзімді құлағыңа құйып ал, білгіш сымақ. Мен Флаттершайдың керағар түрімін және үнемі сүйкімді момы болудан шалықтым. Қане мұны қарапайым тілмен түсіндірейінші. Мен кереметпін, ал олар... Тіпті кім туралы айтып жатқанымызды ұмытып қалдым. Көрдің бе? Айтайын дегенім, достарыңның санын арттыруға мүмкіндігің бар. Әрине, егер оларға ұнамай қалудан қорықпасаң. Өтінем. Әлсіз тұсымнан соққы беруге тырыспашы. Бұл саған жараспайды. Жаңа достар артық болмайды. Жарайды, ойымда болады. Бәлкім сенімен барғаным дұрысырақ болатын шығар. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Дискорд. Қоштасатын кез келді деп ойлаймын. Саған тамаша саяхат тілеймін. Дискорд. Мен кінәлі емеспін. Мына теміржол сөнбеген жанартауға апарады. Қалуыңа тура келетін сияқты. Әзілді неге түсінбейсің? Шинелімді, күртемді алдым. Сән демес, бірақ ыңғайлы бәтеңкемді алдым. Ештен ұмытпадым ба, Пинки Пай? Сен қодастар мекеннің сарапшысың ғой. Жоқ, қара адамына тамағала шықтым. Мұздықта пони жейтін қара адамы тұратынын айтпап едім? Өте көңілді болады. Егер ол бізге шабуыл жасаса, қара адамынан кәмпит жасаймын. Біреу бізді шығарып салуға асығып жатыр. Мұнда бізсіз көңіл көтергенде шектен шығып кетпеңдер. Жігіттер, үлкен жоспарларының бар екеніне бәстігем. Солай ма, Спайк? Не туралы айтқаныңды түсінбедім. Тіпті болған күннің өзінде де оны сендірем. Яғни қыздармен сөз қылмайтыным анық. Кездескенше. Кездескенше. Жақындаймыз ба? Не дерімді білмеймін. Мүмкін өзі бірінші жақындағанша күте тұратын шығармыз. Ей! Керемет мақала, иә. Тек жақындамаңдаршы, өтінем, тек жақындамаңдаршы, өтінем, тек жақындамаңдар, өтінем. О, сәлем, достар. Әңгіме дүкен құруға қалар едім, бірақ зауқым соқпай тұр. Тоқта, сұрайын деп едік. Бүгін кешке боссың ба? Басталды. Көңіл көтерін келмей ме? Білмейм енді, бұл саған тән қасиет қой. Ол, Твайлайттың досы мен Эпплджектің бір сөзді ағасы. Өкінішке орай, бүгін кешке мүлдем бос емеспін. Жігіттер кешінде екеуміз ғана болатын сияқтымыз. Жігіттер кеші? Шулы ессіз сауық кешін айтып тұрсың ба? Ашық түсті костюмдер, бейбилеу ме? Солай сияқты.
Келгенің дұрыс болар еді. Екеуден гөрі үшеу болса қалдеқайда көңілді болады. Жалпы қызықты естіледі. Дос болмағаның өкінішті. Олай болса, бір-екі маңызды кездесулерімді кейінге қалдырсам, сендерге уақыт таба алам деп ойлаймын. Джон жарқыным, Аймен және Кейкеймен кездесуді кейінге қалдыр. Селесте ханшайымды осылай атаймын. Өте күлкілі. Ең дұрысы, кешке кездесулердің бәрін кейінге қалдыр. Бүгін жігіттер кеші. Мына жігіттер мені кешке ерекше көңіл күймен отырысты қыздыру үшін шақырды. Бүгін тек менің шуағымда қыздырнатындықтан ғана өмірлеріндегі ең керемет түн болмайды. Маған қыздырынған ұнайды. Кездескенше. Тойлайттың қамалында сауық сайран кеш батқан соң басталады. Сауық сайран мен келген кезде ғана басталады. Бірақ кеш батқанша үлгеруге тырысам. Кездескенше жігіттер. Болды. Кеш батты. Қайталайым. Кеш батты. Бүгінгі жігіттер кешін ресми түрде ашық деп жариялаймын. Міне! Я. Жігіттер кеші. Я. Әдеттегідей көңіл көтереміз. Я. Не болып қалды? Қамалға көптен күткен аласапран рухының келгенін хабарлаймын. Үйлесімсіздік пен заңсыздықтың әміршісі, ылаң салушы, тәртіпсіздік орнатушы, астан кестеңін шығарушы. Тан-тадам, та-да-да-дам, Дискорд! Іске көшеміз бе? Понивилдегі ең тәртіпсіз орындардың тізімін жасадым. Ол тым қысқа. Біз осында қаламыз. Көңілді ойындарды ұнатасың деп үміттенем. Ойындар, ұнатқанда қандай, мен ойын шеберімін. Атақты пониді тап. Оу, бұл оп-оңай. Мен кіммін? Ой, қойыңдаршы. Нағыз ойын туралы айтқанмын. Оу, мысалы шытырман дәлізде жан достарды қамап, оларды бір-біріне айдап салу ма? Өткен күндер ай. Олай емес, осында күт. Ол қандай болса да, мен қосылсам жақсырақ болады. Болат. Зұлымдық үстемдік еткен әлемде жауынгерлердің шағын тобы қараңғылықтың күшіне қарсы тұрады. Бұл огырлар мен жер асты. Міне. Оу, бұл дегенің? Әлемдегі ең керемет ойын ба? Дұрыс айтасың. Иә. Огырлар мен жер асты шытырман оқиғалы рөлдік ойын. Біздің мақсатымыз зұлым сиқыршы кальмарды жеңу. Немесе біз айтатындай кальмакты. Кальмак Спайктопиядағы соңғы азат қаланы қоршауға алады. Бұл елдің аты. Ол дарамүйіз сұлу ханшайым Смаритиді ұрлап кетті. Бұл Спайктопия үшін әбден үйлесімді ат, сондықтан мән берме. Түсіндің бе? Алаңдама, романтикалық армандарыңды ешкімге айтпайым. Әуелі кейіпкер жасауын керек. Ат. Дискорд бола ма? Ойынның мәні өзіңді басқа біреу деп елестету. Мен Гарбункулмын, атақты сиқыршы. Бәрі мені шексіз құрметтейді. Тура шынайы өмірдегідей. Жарайды, қызғанба. 30-шы деңгейдегі сиқыршымын. Менің мықты жақтарым білімділігім мен аңғарымпаздығым. Иә, тыңдап отырмын. Биг Мактың кейіпкері Мак Бигін мырза. Шедвик қамалының 27-ші деңгейіндегі дарамүйіз қара сері. Жалғастыра бер. Оның патшасы Кальмактың жақтасы болғанда Мак Бигін мырза өзінің арына кір келтіргісі келмейді. Жоқ. Құлағым сенде. Оларда таңдау болған жоқ. Сиқыршы Гарбункл мен Мак Бигін мырза Спайктопияның зұлым Кальмактан құтқарамыз деп ант ішті. Сонымен, кейіпкеріңнің аты? Менің атым онсыз да әлемдегі ең әдемі ат. Оны не үшін қайдағы бір капитан Вузға ауыстырам? Капитан Вуз қабылданды. Кім болып ойнайсың, капитан Вуз? Садақшылар, сиқыршылар, қарақшылар бар.
Қанекей үзіліс жасап сыртқа шығып көңіл көтерейік. Енді Понивиль өз-өзін қызыл түске боямайды ғой. Басталған кезде саған ұнайды. Садақшыға қалай қарайсың? Басқа нұсқалар сияқты жұпыны естіледі. Сондықтан, жарайды. Макбигін мырза, огырлар мен жер асты әлеміне енуге дайынсыз ба? Иә? Дискорд, әлде капитан Вуз дегенім жөн бе? Ой, басташ енді. Біз зұлым кальмақтың жер асты тұзағына түсіп қалдық. Тор берік бекітілген. Сол тор біздің қиялымызда ғана бар. Ой, пырай, сен заттарды суреттейсің, содан соң біз оларды шынайы сияқты көреміз бе? Олар шынайы, тек біздің қиялымызда. Бірінші жүріс сенікі. Не істейсің? Ал, Бұл ойынға қатысқаным үшін өз-өзіме лағынет айтам. О, ойынды сұрап отырсың ба өзі? қалаған нәрсеңді істеуіңе болады. Ал мен 20 қырлыны тастаймын. Сосын қолыңнан келем екен көреміз. Басымды темір шыбықтардың арасына шығарамын да, аласапыран әміршіден дереу босатуын талап етем. Қауіп қатерге бас тігіп тұрсың. Сәттілік үшін ең болмағанда 17 түсуі тиіс. Қап, болмады. Қарауыл ашуланды. Мұнда сиқырлы сөз бар. Оны сәбізге айналдырамын. Мұндай сиқырлы сөзді оқуың үшін саған 11 ұпай жетіспейді. Маған жетпей ме? Бәрібір оны оқимын. Өйткені бұл ессіз ойын. Кері әсер беруші сиқыр. Тырнақтарыңды жапырақ басып кетті. Және сен сәбізге айналып кеттің. Сәбізге. Қарауыл күліп жатыр. Ол достарын шақырады, олар да күліп жатыр. Мені келе кетуші болма бек. Ол жерде шынымен де солай жазылған ба? Әке көрейін. Сен ашуланған сайын, одан сайын күледі. Макбик мырзаны күлін доғарғанынша сиқырлы көпіршікке қамап қоямын. Саған айттым емес, сиқырлай алмайсың. Тоқта, жоқ. Маған ұпай жетіспей ме? Өтінемін. Доғар Дискорд. Бұл күрделі ойын. Қане сендерге нағыз жігіттер кешін көрсетейін. Өмір деген осындай. Жаз, би-билеу, сиқырлауға болатын жақсы үстелдер. Нағыз жігіттер кеші деген осы. Дұрыс айттың ба жігіттер? Қалай? Иә. Бәлкім кездейсоқ деген шығарсың. Алайда мына үстелдің көлемі мен пішіні мінсіз. Мен олай ойламаймын. Қане бірдеңе шейік. Шоколадты коктейль? Жоқ, біз огырларға оралып және... Басқа ойынға қалай қарайсыңдар? Карталарың өте нашар. Бізді қинағаның жетер, біз қаламаймыз. Күндей сайысы. Осынсы, біз жеңдік. Дискорд! Иә. Тыңдаш, мұналардың бізге қажеті жоқ. Өз ойынымызды ойнағымыз келеді. Бізбен ойнағың келмесе, қарап отыруыңа болады. Қарап отырайын ба? Жарайды. Сендердің ойындарыңды ойнаймыз. Огырлар мен жер асты әлеміне енуге дайынсыңдар ма? Макбигін мырза. Иә. Ал мен гарбункулмын ба? Демек, тамаша! Біз ойнаймыз. Қара! Жігіттер кеші, біз ойындамыз. Керемет! Ое! Дискорд қайдасың? Бұл тамаша, ойынды шынайы қылдың. Иә, осылай әлде қайда қызықтырақ қой, иә? Оның қаһарлы дауысынан қорыққанымыз жөн бе? Дірілдеңдер! Алдарыңда тұрған кальмаг! Алғыс айтудың қажеті жоқ. Аттан! Қашайық!
Сендер майдан даласына тап болдыңдар. Сендерге жебелер легі борайда. Егер 15-тен жоғары түссе, қалқан сендерді қорғайды. Иә, солай. Егер 14-тен төмен болса, бастарың бәлеге қалып дей беріңдер. 17. Жолдарың болды. Дискорд! Макбегін мырза, сіздің орныңызда болсам, кіреберісті қорғайтын едім. Бұл күлкілі емес. Әр ойшының қалау емес пе? Өз ойынымен өмір сүру, міне осылай. Ауырсынуды сезем, шынайы өмірдегідей. Оу, байқағаның қандай жақсы. Мұндай болмашы дәлдікті өмірге болжамды өлшемдер енгізеді. Байқамадың ба? Дискорд, бұл қорқынышты ғой. Әрине қорқынышты. Спайктопия менікі болады. Және мен Реритиді әйелдікке аламын. Яғни, Смаритиді. Мұны не үшін істеп жатырсың? Сен жамансың. Егер жаман болса, мені не үшін шақырдыңдар? Өйткені сені аядық. Өйткені не? Біз аманбыз. Және бұл сенің арқаңда емес, Дискорд. Сендер мені аядыңдар ма? Әрине. Флаттершай өзінен қал деп өтінгеніңді айтты. Пойыз бекеттен кеткен кезде жападан жалғыз тұрдың. Бұлай болуы мүмкін емес. Өйткені сендер менің айырмашылығымыз жер мен көктей. Шынын айтқанда, сені әдеп сақтап шақырдық. Жалпы сен әпкендісің. Жігіттерге шын бүлдірдім. Ал сендер мені тіпті күшті деп есептемейсіңдер. Масқарай, кеттім. Басқа көп достарым бар, соларға кіріп шығуым керек. Кеттім, сау болыңдар. Жақсы. Иә, басқа көп достарым бар. Ау, қош болыңдар. Сиқыршы Гарбункл. Және ержүрек Макбегін мырза. Мүмкіндіктерің артып, Спайктопияны зұлым Гальмактан құтқарудың сәті түссін. Ой, осылай сөйлеген кезімде ойын соншалықты нашар емес сияқты көрінеді. Олай болса... Осылай болғаны дұрыс қой, солай ма? Иә. Себебі, енді ол бізді мүлдем мазаламайды, жападан жалғыз. Ешқандай досы да жоқ. Иә. Зұлым Кальмактың жерасты тұзағына түсіп қалдық. Тор мықтап бекітілген. Кімді алдап отырмын? Оған екінші мүмкіндік беру керек. Капитан Воз, мені естіп тұрсыз ба? Оу, менің қандай керемет екенімді, және менің жанымда мықты көрінетіндеріңді түсіндіңдер ме? Жоқ, бұлай дегім келген жоқ. Мүлдем басқа нәрсе. Мен... Не? Мен... Даусың естілмейді. Жоқ. Өкінетінімді айтуға тырысып жатырым, түсінікті ме? Ойындарыңды бүлдіргеніме өкінем, және өзімді сендерден артықпын деп ойладым. Енді бұл кеш мүлдем білмей тұрғанда ойланайықшы, достар. Иә, бәлкім, оны қосармыз, онымен бәрібір. Иә, келісем. Карта мен карталарды мұтсақ қайтет. Айтайын дегенім, шынайы ойын бір шама зәремді ұшырды. Әйтсе де бұл керемет болды. Сондықтан, Биг Мак екеуміздің сұрағымыз келеді. Қызуды сәлде болса азайта аласың ба? Керемет сапар. Керемет. Сені қалқалаймын, капитан Воз. Гарбункл қане бірге. Дәл тиді. Өтті жақсы аттың. Жігіттер кеші. Қане есікті жабайық та, аяқтауларына мүмкіндік берейік. Мұның не екенін білмеймін. Жоқ,
Бигмактың қылышын көрдіңдер ме? Оларға қосылам. Мұның не екенін білмеймін, бірақ өте керемет, өте жақсы көрінеді. Жігіттер кеші! Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.